Бүгін үш әтті ертегісін айтып беретін боламын. Бұрынғы заманда бір әйелдің үш қызы болыпты. Және ол әйел үш қызын басқа жұрттардан қатарынан қалдырғысы келмейді екен. Және ол еңбек етіп ақша тауып оларға керекті заттарын алып беріп жүреді екен. Олар ай артынан ай, жыл артынан жыл, күн артынан күн өтеді. Олар бөжетіп қалады және ұзататын жасқа да келеді екен. Содан кейін бірінен бірі ұзатылып кетеді екен. Ал анасы үйінде жалғыз қалады. Бір күн ол төсек тартып қалады екен. Содан кейін ол тиын досын шақырып, менің ауырып қалғанымды хабарлап келші дейді екен. Содан кейін ол бірінші қызына барады екен. Бірінші қызын кір жуып жатқан екен. Содан кейін тиын былай деп айтады: сенің анаң қатты ауырып жатыр, сенің оған көмегің керек дейді екен. Сонда жаңағы бірінші қыз айтады: жоқ, мені кірлерді жуып бітуім керек дейді екен. Сонда жаңағы тиын: онда кір жуып отыра бер деп, оны бақаға айналдырып жібереді екен. Содан кейін екінші қызға барады екен. Екінші қыз тоқыма тоқып отырады. Тиын былай дейді екен: сенің анаң қатты сырқаттанып қалды. Сенің оған көмегің керек дейді екен. Сонда екінші қыз: мені тоқыма. Жоқ, мен бара алмаймын, мен тоқымамды тоқып бітуім керек дейді екен. Тоқыма тоқыш болсаң, тоқыма тоқып отыра бер деп, оны өрмекшіге айналдырып жібереді екен. Содан кейін үшінші қызына сенің анаң ауырып жатыр деп айтып біткенше ол анасының үйіне лезде жүгіріп барады екен. Сонда ол анасына түрлі дәрілер беріп емдеп алады. Сонда үшінші қыз: менің әпкелерім қайда дейді. Сенің әпкелеріңді білмеймін, біраздан кейін келіп қалады. Сосын жаңағы үшінші қыз анасын өзінің үйіне алып кетеді. Сау болыңыздар.